балаларды парктарға отырғызып оқытамыз, сабақ береміз, бірақ балалар осы жаста ойын арқылы үйренеді. Ойын деген ұйымдастырылған ойын ғана емес, тәрбиеші жүргізген ойын ғана емес, бос ойын. Біз жалпы кеңістікті аймақтарға бөліп, көптеген материалдарды беріп балаларға, соларға еркін түрде ойындарын пландап, сол кезде тәрбиеші әрбір баламен, әрбір баланы оқытып, дамытып шығу керек. Бірақ тәрбиешілерде бір тәрбиешіге 25-тен астам бала болғандықтан, ол жағынан да өте күрделі мәселе болып тұр.